наурыз ұлыстың ұлы күні деп аталады. Енді жылда тойлайтындай қазақтың ұлттық мерекесі ұлыстың ұлы күні туралы кім не біледі? Наурыз шығыс елдердің бүкіл халықтық мейрамы, ұлыстың ұлы күні. Наурыз шығыс халықтарында жыл бойы мерекесі ретінде тойланып, ерекше күн ретінде аталып өтіледі. Қазақ халқы да наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны жыл сайын жылы отыруды салт-дәстүрге айналдырған. Шығыстың данышпандары Мұхаммед Қашқари оқығаннан бастап қазақтың ұлы ақын Абылайханнан Ахметжан Сәйкеншілер сынды ұлы қайраткерлер де наурыз туралы еңбектер, өлеңдер, асыл сөздер жазып. Жаңа жылда жылдың басталуын білдіріп, жаңа жыл ретінде тойланған. Осылай біздің ата-бабаларымыз ақ, ұл, үйсін, көктүріктермен жалғасып бізге жеткен тарихи мерекеміз. 22 наурыз неге жылдың басы жаңа жыл ретінде тойланды? Ұлтымыздың тарихында ежелгі заманнан үзілмей келе жатқан бірден бір мейрам ол наурыз мерекесі. Ал Құрбан айт пен ораза айт қазақ даласына қасиетті дініміз исламның келуімен байланысты, яғни біздің діни мерекеміз қазақ даласында шамамен 8-9 ғасырлардан бастап өткізіле бастаған. Наурызға келсек, тарихи дерек бойынша 5000 жыл бұрын тойлана бастаған. Қалай пайда болғаны, неден бастау алғаны туралы неше түрлі аңыз бен деректер бар. Бірі патшаның тағымен байланыстырса, енді бірі табиғатпен байланыстырады. Анығы мерекенің шығу төркіні көне парсы, яғни қазіргі Иран топырағында пайда болған. Қазіргі парсы тілінде но жаңа, роуз күн, яғни жаңа күн, жаңа жылды, жылдың басталуын білдіріп, жаңа жыл ретінде тойланған. Осылай біздің ата-бабаларымыз сақ, құн, үйсін, көктүріктермен жалғасып бізге жеткен тарихи мерекеміз. 22 наурыз неге жылдың басы жаңа жыл ретінде тойланды? Себебі анық. Табиғаттағы жан біткеннің, өсімдік біткеннің бәрі көктеммен байланысты. 22 наурызда күн мен түн теңеліп, ертесі күн ұзара бастайды. Яғни жаңа тіршілік пайда болып, қар еріп, күн жылынып, жер гүлденеді. Жан жануар оянып, тірлік ете бастайды. Міне бұл нағыз жаңа жыл, жаңа күн еді. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз өткен неше мың жылдықта осы 22 наурызды жаңа жыл ретінде тойлап келеді. Бұл мерекенің ерекшелігі ешқандай дінге қатысы болмауы, яғни шариғатымызға қайшы келетін тұсы болмаған соң да ата-бабаларымыз ислам келгеннен кейін де бұл мерекені жалғастыра берген. Наурыздың символы әрине наурыз көже. Оның мағынасы жыл басынан жыл соңына дейін осындай тоқшылық, молшылық болсын деп, қыстан қалған ет пен ақты неше түрлі дән қосып, мол етіп көже дайындайды. Салтымызда бұл күні бұлақтың көзін ашу, ағаш отырғызу да бар. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген осы шығар. Дегенмен бұл мерекенің бізден ажырап қалған кезі де болған. Ол әрине кеңес заманы. Ұлтты қорытуды басты мақсат еткен кеңес үкіметі қазақты қорғап тұрған ұлттық құндылықтарға шабуылдай бастайды. Оның бірі неше мың жылдықтан бері жалғасып келе жатқан осы наурыз мерекесі еді. 1926 жылы ескіден қалған сарқыншақ деп бұл күнді тойлауға тыйым салады. Атадан текті болып туған ұлт қашанда тектілігін көрсетті. Қаншама сыннан, кедергіден кейін 1988 жылы Алматыда әз наурыз қайта тіріліп тойлана бастайды. Тәуелсіздіктен кейін ауқымы кеңейе түсіп дами берді. 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымында 21 наурыз ресми халықаралық наурыз күні етіп бекітіледі. Қазіргі таңда Орта Азия, Кавказ, Кіші Азия, Таяу Шығыс пен Иран, Ауғанстан мен Пәкістанда ресми түрде тойланады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бейнеде көріскенше. Жалпы 22 наурыз туралы 22 дерек деп айтып кеттік, иә? Дәл осы ұяшықтардың ішінде сол 22 наурыз туралы, яғни ұлыстың ұлы күніне байланысты деректер жазылған.
Қазір осы ұяшықтарды түсіне қарай, яғни көк 30, қызыл 20, немесе сары 10 деген секілді таңдап, қазір орнымыздан кезекпен тұрып, таңдап, ішіндегі ақпаратты оқимыз, иә? Түсінікті ма? Жоқ, ішінде сұрақ жоқ бұны. Жай ғана дерек бар. Жоқ, сұрақ берілмеген. Бұл жерде жай ғана дерек берілген. Және де тыңдаймыз, мұқият тыңдап алады бірінші. Бұл жерде 22 деректің барлығы берілмеген. Мен сіздерге 22 дерек толық жазылған сілтемесін жіберемін, оны толық көріп аласыздар. Ал бұл жерде 9 ғана дерек берілген. Яғни маңызды делінген деректер, яғни 22 наурызға байланысты. Соны қазір өз еріктеріңізбен немесе менің тұрғызуыммен оқисыздар да, өздеріңіз оқисыздар. Және де бір-бір топтан алып өтесіздер. Түсінікті ғой? Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі. Орта Азия халықтарында 5000 жыл бойы тойланып келеді. Наурыз сөз парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны береді. Апай, бекер айттыңыз. Ештеңе істемейсіңдер ме айда? Ештеңе орындамайсыңдар ма? Наурыз Қазақстанда ғана тойланбайды. Жақын елдері Әзербайжан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Ресей наурыз мерекесін қарсы алады. Ауғанстан, Иран секілді алыс шет елдері мерекенің келуін тағатсыздана күтеді. Қандай мемлекеттер тойлайды екен бізден басқа? Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Ресей. Күнмен түн түнеріп, амал көрген сәтте жолда